Студиямыздың бүгінгі қонағы Әзірет Сұлтан мешітінің наиб имамы Ғазиз Ахмет мырза. Құрметті Ғазиз Ахмет мырза, студиямызға қош келдіңіз. Рахмет. Әңгімеміздің әлқайсасын Құрбан айттың тарихынан бастасақ. Альхамдулилля, уассалату уассаламу аля расулилля. Бұл Құрбан айт жалпы өзге діндерде, алдыңғы діндердің баршасында болған. Енді біз ислам дініміз бастау алуы Ибрахим пайғамбардың өз ұлы Исмайлы құрбандыққа шалуынан басталады. Содан бастап бері қарай сүннет болып бекітіледі бізге. Ибрахим пайғамбар бір күні өзінің ұлын, жалғыз ұлын, Алла тағаладан тілеп алған жалғыз ұлы, енді аяғымен жүріп, жанына еріп, бірге еріп жүрген уақытында, қолғабыс бола бастаған уақытында түсінде сол баласын құрбандыққа шалып жатқандығын көреді. Сөйтіп, бұл не болды екен деп күмәнданады. Шайтаннан болған түс па, жоқ Алладан уақи ма, бұл не нәрсе деп күмәнданғандық үшін сол күнді яумуш-шак дейді, күмәнді күн деп аталған. Екінші күні тағы да түс көріп, Арафа дейді, яғни нақты білді дейді, сол Алладан уақи екендігін. Соның үшін екінші күн Арафа күн дейді. Үшінші күн тағы да көрген кезінде бауыздауға алып барғандығы. Сол алып барғандығын яумун нахр дейді, яғни құрбан айт күні, яғни құрбандық шалынатын күн деп аталғандығынан осы 3 күн бізге солай деп бекітілген еді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам да осы сүннетті ұстанып жүрген еді. Енді Ибрахим пайғамбардың қиссасы баршамызға белгілі. Өзінің баласын құрбандыққа шалуға алып барып, пышағын қайраған уақытында Алла тағала оған көктен бір қошқар түсіріп, адамды емес құрбандыққа қошқар шалу керек екендігі әмір етілген еді. Осылайша малды құрбан ету біздерге баршамызға сүннет болып бекітілген еді. Жалпы осы құрбан шалудың хикметі мен сыры неде? Енді әңгімемізді осыған жалғастырсақ. Енді бұл негізгісін енді Алла тағала біледі, бізге әмір етілгеннен кейін негізгісі Алла тағаланың қасында. Бірақ бізге баршасы білінгені, бұл құрбан айт күні Алла тағаланың хұзырында бір мал құрбан шалып қан ағызғаннан артық бір іс жоқ дейді. Осы жерде көптеген хикметтер бар. Құрбандықты шалғаннан кейін көбінесе жетім жесірге ет алуға мүмкіндік жоқ болған адамдарға тарату сол өте маңызды іс. Ал енді кейбір адамдар болады, бір қанның аққанын көргісі де келетін адамдар болады. Бұл пікірде айтылғандығы бар кітапта. Сонда адам мал бауыздап қан ағызған кезде адамның өзінің ішіндегі тәкаппарлығы баршасы басылып қалатындығы да осыдан мәлім болады. Және сол арқылы біз құрбан шалғаннан кейін құрбандықтың етін таратып, жылына бір рет ет жей алмайтын адамдар болатын болса, сол адамдарға таратып, адамдардың жүзіне қуаныш сыйлау. Негізгісі осы болып табылады. Ханафи мазхабында жағдайы бар адамдарға құрбан шалу уәжіп екендігі айтылады. Тыңдармандарымызға түсінікті болу үшін енді осыған толығырақ тоқталып өтсеңіз. Біздің ханафи мазхабымыз осы құрбан шалуды дәулетті адамдарға уәжіп деп бекіткен, міндетті. Бұл адам құрбан шалмаса, оның күнәһар болатындығы, Алла тағаланың алдына жауап беретіндігіне үкім шығарып уәжіп қылып бекіткен. Бұл енді шамас жететін дәулетті адам дегеніміз кім? 85 грамм алтынның көлемінде дүние мүлкі бар, айналымдағы дүниесі бар адамдар құрбан шалу уәжіп болып есептеледі. Әрбір адамға міндет. Ал енді дүниесі жоқ адамдарға бұлар нәпіл болып есептеледі. Құрбандық шалатын болса сауабын алады, шалмаса онда күнәсі жоқ ол адамға. Сондықтан әрбір бай адам жылына бір рет бір малды құрбан шалып, соның етін таратуы міндетті болып есептеледі. Ал енді шамасы келмегендер қарызға ақша алып құрбандық шалуға болады ма? Шамасы жетпеген кісі, бірақ артынша айлығы басқасы түсетіндей болып ақша орнын жабатындай болып тұратын болса, тура сол уақытта ақшасы болмай қалған болса, қарызға алып шала берсе болады онысы. Бірақ бұның өзі нәпіл болып есептеледі. Дәулетті кісі болатын болса, ондай бір мәселе туындамайды ғой. Сондықтан жаңағы дүниесі жоқ адам нақты қазір уақытысында қолында ақшасы да жоқ болып тұрса, бірақ ақша артынша келетін мүмкіндік бар болып тұрса, алып құрбандық шалса болады ғой. Осы ретте тағы бір сауал, сөз арасында айтып өттіңіз, қарызға ақша алып құрбандық шалуға болады, бірақ ол нәпіл амал болып есептеледі. Енді бірігіп құрбан шалушылар да кездеседі. Бұл туралы не дейсіз? Бірігіп құрбан шалу үшін мына ірі қараны бірігіп құрбан шалуға болады оны. Яғни 7 адам бірігіп бір ірі қараны сойса, ол болады. Бірақ бұл жерде бір шарт бар. Біріккен адамдардың баршасы құрбандық шалам деген дұрыс ниетте болу керек. Бір кісі мысалға мен де қостайын, бірақ мен ет алам, құрбандық шалмайын дейтін болса, жаңағы қосылып тұрған 6 кісінің де құрбандығы яғни дұрыс болмайды Алла тағаланың. Соның үшін баршасы толықтай құрбандық шаламыз деген адал ниетпен құрбандық шалу керек. Одан кейін ниетінен бөлісіп алса, ол рұқсат етіледі әрине. Енді осы құрбандыққа қандай мал шалған абзал? Сонымен қатар құрбандыққа қандай малдар жарамайды? Құрбандыққа шалынатын малдар 4 түрлі малдардан шалынады. Біріншісі қой, ешкі, сиыр, түйе. Осы 4 түрлі малдан құрбандық шалуға болады. Енді қой мен ешкі бір адамға жүреді. Ал түйе мен сиыр ол 7 адам бірігіп шалуына болады. Ал шамасы жеткен кісі мен
жанұямның атынан баршасынан бір сиыр құрбандыққа шалам немесе бір түйені құрбандыққа шалам дейтін болса, ол да рұқсат. Өзінің жанұясының атынан 7 адамның біріктіріп шала береді. Және бұл құрбан шалудың үлкен пайдаларының бірі, кімде-кім бір қой мысал құрбандыққа шалатын болса, ол Алла тағаланың алдында қойының үстінде қанша жүні бар болатын болса, соншалықты сауап алатындығы, соның санындай. Ал енді және бұл тағы бір пайдасы, мына Сират көпірінен өткен кезде сол қойына мініп өтетіндігі, яғни сол шапағатшы болады деген сөз. Алла тағалаға жақындастыратын амал болғандықтан. Сол нәрсе құрбандығына мініп өтетіндігі айтылады. Және бұл құрбан дегеннің өзі қаруба сөзінен шыққан арабтың тіліндегі жақындау деген мағынаны береді. Бұл іс Алла тағалаға адамды жақындастыратындығынан. Ол үлкен бір істерден болып есептеледі. Ал енді құрбандыққа жарамсыз мал дегеніміз, қой егер 6 айдан аспаған болатын болса, онда ол құрбандыққа жарамайды. 1 жасқа толған болса, ең тамашасы. Әрі семіз болу керек. Ал енді семіз бола тұра 6 айға толған болса, 1 жастағы қой секілді көрінетін болса, ірі болатын болса денесі, онда шала беруге болады. Ал ешкі 1 жасқа толу керек. Өйткені оның 6 айлығы әлі кіші болып көрінеді. Және бұл малдардың құрбандыққа жарамсыз ретінде бір мүйізі жоқ болатын болса, жартысынан көбі сынық болатын болса, немесе құлағына ен салам деп жартысынан көбін кесіп жіберген болса, сонда жарамайды. Желіндері түсіп қалған мал болса, ол жарамсыз. Ақсақ болмау керек, тістері төгіліп қалған болмау керек. Тісінің жартысынан көбі түсіп қалған болса, ол малда жарамсыз. Және мүйізі бар бола тұра кейіннен сынып, немесе түбінен ойылып түскен болса, ол нәрсе кедергі деген сөз. Демек, құрбандық шалам деген кісі желігі шығып тұрған арық емес, көтерем емес, кәдімгі жарамды, ең семіз деген, көзге тартымды деген, мына кемшіліктерден аман болған бір малды алып Алла ризалығы үшін деп шалу керек. Өйткені Алла тағаланың көріп тұрғандығын сезінген адам, Алла тағала менің осы ісіме разы болсын деп істегендіктен дұрыс бір малды алып шалуы ең абзал іс. Енді осы құрбан шалудың уақытына тоқталып өтсеңіз. Құрбан шалудың уақытысы Құрбан айттың 1-ші күні айт намазы оқылғаннан бастап, Құрбан айттың 3-ші күні күн батқанға дейін құрбан шала берсе рұқсат. 3 күннің ішінде де шалына береді. Кейбір адамдарымыз таң намазы оқығаннан кейін құрбандық шалып қоюы бар. Бұл нәрсе дұрыс емес. Оны асығыс жасамау керек. Өйткені таң намазы бар, айт намазы бар, екеуін шатастырмасын. Айт намаздан кейін ғана барып шалынады. Құран Кәримде фасолли ли роббика ванхар, Раббың үшін намаз оқы және құрбан шал деген. Бірінші намазы оқылу керек, одан кейін құрбан шалып басталу керек. Ал осы құрбандықты уақытында шала алмаған адамдар не істейді? Құрбандықты уақытысында шала алмай қалған кісі болса, бір үзірге байланысты, я болмаса құрбандық алып қойып, малы қашып кетіп шала алмай қалған адамдар, бұлар кейін құрбан шалса, бұл нәпіл құрбандыққа айналып кетеді. Өйткені Алла тағаланың уәжіп қылған құрбандығы өзі белгілі уақытта болу керек, сол нәрсені жасау керек уақытысында. Ал енді уақытысында жасай алмай қалғанның баршасы нәпілге айналып кетеді. Құрбандыққа шалынған малдың етін 3 бөлікке бөліп тарату сүннет екенін баршамызға белгілі. Осында тарқатып айтып өтсеңіз. Мына шариғатымызда, фиқ кітаптарында бұл нәрсе анығымен айтылады, анығымен. Бұл құрбандық шалынғаннан кейін 3 түрі бар. Бірінші түрі құрбандық шалғаннан кейін толығымен таратып жіберу деген нәрсе. Еш нәрсе өзіне алмай, толығымен садақа қылып елге таратады. Бұл нәрсе бар. Екінші түрі бар, жасайды, құрбандық шалғаннан кейін құрбандық малын 3-ке бөледі. 3-ке бөліп, 3 бөліктің 1 бөлігін өзіне алады, 1 бөлігін ағайын туысқа таратып береді, 2 бөлігін көрші қолаңдарға таратып береді. Бұл нәрсе шариғатымызда бар. Ең тура орта жол дегенде осы, ең жақсы көрілген шариғатта да. Үшіншісі, егер бір адам құрбандық союға міндеттелмеген бір адам ниет қылып құрбан шалам десе, сол құрбандық шалынып жатқан кезде көпшілікпен бірге берекесін үміт етіп құрбан шалған болса, өзінің де бала шағалары көп болатын болса, етті толығымен өзі ала берсе де болады. Бұл жердегі ниеті Алла ризалығы үшін құрбан шалу еді. Осы ретте тағы бір сауал туындап отыр. Осы құрбандыққа шалынған малдың терісін сатуға болады ма? Осы құрбандық шалғаннан кейін терісі мәселесін көп адамдар жаңылысып жатады. Бірақ құрбандықты шалғаннан кейін қасапшыға терісін бере алмайды. Яғни соны құрбандық шалған ақысы ретінде. Я болмаса терісін өзі сойған болса терісін сатып жібере алмайды. Терісін сатқанның құрбандығы жоқ деп айтқан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям. Сондықтан терісін сатуға болмайды, оны садақа қылып беру керек. Ал енді бергеннен кейін ол адам не істейді, ол өз еркі, оған араласамайды. Бірақ құрбандық шалған адам тегін садақа қылып беру керек. Я болмаса өзіне пайдаланса да болады. Мысалға есіктің алдына төсеп қойған бұрынғы уақыттарда сол секілді қылып қолданса, ол да рұқсат етіледі. Құрбандыққа арнайы мал алып соймай, орнына сол құрбанның құнын ақшалай садақа ретінде кедейлерге беруге бола ма? Бұл туралы не дейсіз? Құрбандық шалу бізге әмір етілген іс. Оны басқа нәрсеге орын ауыстыруға болмайды. Өйткені бұл уәжіп амал, әрі Алла тағаланың тікелей әмірі болғандықтан, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям тікелей құрбандық шалыңдар,
құрбандық шалуға мүмкіндігі бола тұра құрбандық шалмаған адам біздің арамызға келмесін дегені, бұл құрбандықтың садақадан жоғары екендігін көрсетеді. Сондықтан құрбандық шалмадым мен, немесе құрбандық шалмаймын мен, тек қана ақшасын садақаға берейін дегені ол дұрыс болмайды. Шариғат бұл нәрсесін құптамайды ол кісінің. Сондықтан құрбандық шалыну керек. Ал берген нәрсесі ол садақа нәпіл болып есептеліп кетеді, құрбандық үкіміне жүрмейді. Енді осы құрбандық шалуға ниеттенген адам құрбандық малын өзге біреуге шалдыруға бола ма? Енді бұл нәрсе ислам дінімізде рұқсат етілген. Яғни бір адам құрбандық шалам деген ниеті болса, өзі міндетті түрде шалу ол міндет емес. Басқа кісіге өкіл қылып тағайындап кетсе болады. Бір адам жұмыс барысымен кетуі мүмкін, бір кісі сапарда болуы мүмкін, ол немесе әйел кісі болуы мүмкін. Құрбандық шалуға қарап тұруға, қанның аққанына қарап тұруына шыдамайтын адам болуы мүмкін. Сондықтан сол кісілердің кез келгені басқа адамға өкілдік беріп, менің атымнан мына малды құрбандық шал деп тастап кетуі рұқсат. Бұл болатын нәрсе. Осы ретте тағы бір сауал, осы қыз баласына құрбан шалуға немесе бауыздағанын көруге бола ма? Әйел кісіге шариғатымыз бойынша құрбандық шалуға болады. Және құрбандық шалатын болса, ол малы адал болып есептеледі. Ешқандай талас жоқ. Тек қана біздің ата-бабаларымыз әйел кісілерге құрбандық шалдырмауының себебі, бала бағатын адам, бала тәрбиелеп үйде қарап отырған адам, мейірім көп болу керек болған адам, бұл қан көрмесін деп әдейі жолатпаған бұл нәрсемізге. Және бұл да өте тамаша дәстүр негізі. Әйел кісілерді қан болып жатқан жерлерге араластырмай, мейірімді болу үшін ұзақ ұстағанымыз жөн болады. Осы ретте тағы бір сауал, кез келген мұсылман баласы дүниеден қайтқан туысына сауабын бағыштау ниетімен құрбандық малын шалуға бола ма? Бұл да шариғатымыз бойынша рұқсат етілген іс. Өйткені дүниеден өткен адамның атынан құрбандық шалуға болатынына байланысты Хазірет Алидің пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның атынан құрбандық шалғандығы бар. Және бұл жерде өсиеті де бар еді пайғамбарымыздың, менің атымнан құрбандық шал деп. Шариғатымыз бойынша дүниеден өткен адамның атынан құрбан шалам деген кісі ниет шатастырып алмау керек. Осы құрбандығым деп Алла тағаланың ризалығы үшін шалып, сауабы дүниеден өткен кісіге жаңағы барсын деп ниет ету осы дұрыс нәрсе. Бұл болады, осылай істеуге рұқсат. Ал енді бір кісі ата-бабамның жаңа әруағы риза болсын деп сол атасының әруағы үшін шалатын болса, бұл қате пікір болып, жаңа құрбандығы Алла үшін емес, әруақ үшін шалынған болып қалады. Бұл нәрсе дұрыс емес. Осы ниетінен шатастырып алмауымыз керек. Құрбан айттың бір күн алдындағы күн Арафа күн деп аталады. Осы Арафа күн не істеу керек? Бұл Арафа күні енді біздің қазақ ата-бабаларымыздан да жалғасып келе жатқан секілді дайындық күні болып есептеледі. Сол күні малын алып кеп, құрбандық шалатын адам малын алып кеп дайындап қойса, әйел кісілер, бала шағалар жаңа үй жайды тазалап, ертеңге айтқа дастархан жаю үшін бүкіл мүмкіндіктерін дайындап, дайындық күніне арнаса сол күні. Жуынып, шайынып, тырнақтарын, шаштарын алдырып, өйткені айт күні мейрам болып, елдер мейрамда тойлап жүрген кезде кейбір кісілер шаш алдырып, тырнақ алып, жаңағы дайындықты сол күні айт күні жасап жүрген бұл дұрыс емес. Арапа күні баршасын дайындаса, құрбан шалатын адам құрбандығын алып кеп дайындап, пышақтарын, басқасын баршасын өткірлеп дайындап қойып қойса, сол күнді дайындық күніне араласа. Және бұл күн қадірлі күндерден болғандықтан ол күні ораза ұстауға болады Арапа күні. Және қайырлы істерден жасау осы Арапаның тілек дұғаңды қабыл болатын күні болғандықтан тілек дұға жасап Алла тағаладан сол өздері үшін отбасына, еліне, ағайын туыстарына жақсылығын тілеп Алла тағаладан дұрыс ниетте болатын болса, осы ең қайырлы істерден болады. Және осы Арапа күні тағы бір ерекшелігі, мына қажыларымызбен бірге кез келген жерлерде такбир ташрих айтылады. Бұл такбир ташрихтер қалалы жерде, үлкен елді мекендерде, мешіті, базары бар үлкен елді мекендердің баршасына айтылады. Бұл такбир ташрих Арапа күні таң намазынан бастап айттың 4-ші күні асыр намазына дейін жалғасады. Асыр намазын оқығаннан кейін бітеді, және бұл уақыттардың баршасында жамағатпен оқылған намаздарда айтылуы уәжіп, міндетті. Ал жеке адам такбир ташрихті айтатын болса, сауабын алады, айтпаса ол адамға күнә жоқ. Айтқаны абзал әрине. Бұл такбир ташрихы былай деп айтылады: Аллаху акбар, Аллаху акбар, ла илаха иллаллаху, валлаху акбар, Аллаху акбар, валиллахил хамд. Түсінікті болу үшін айта кетейік, бұл такбир ташрихтің мағынасы Алла ұлы, Алладан басқа құдай жоқ, Алла ұлы, бүкіл мақтау Аллаға тән деп жар салуымыз. Осы 23 уақыт бойына айтылады. 23 уақыт намазда. Арапа күні 5 уақыт намаз, айттың 1-ші күні тағы 5 уақыт намаз 10 болады, 2-ші күнімен 15 болады, 3-ші күнімен 20 болады, 4-ші күні асыр намазынан бітеді. Яғни таң намазы 5-ін, асыр намазын 3 уақытпен. Сонымен 23 уақыт айтылуы важип болып бекітілген.
Енді осы жерде ескерте кететін нәрселердің бірі, араздасқан кісілер осындай уақытта татуласу керек айтты. Татуласудың ең оңай жолы осы айт мейрамын себеп қылып үйіне кіріп бір дұғасын жасап шықса, құрбандық шалған болатын болса, құрбандығынан бір ет беріп жіберсе, үлкен кісілер кішілерге, жастарға, бала шағаларға сыйлық жасаса, мінекей осылайша ауызбіршілікті сақтауға алып келетін болса. Және де осы құрбан айт мейрамымыз біздің ең үлкен мейрамымыз. Бұдан асқан бізде мейрам жоқ. Сондықтан осы құрбан айтты барынша жоғары деңгейде өткізуге талпынуымыз керек. Алла тағала ниеттерімізді қабыл, мұраттарымызды асыл етсін, шалған құрбандықтарымыз Алла тағаланың алдында қабыл болсын.